Баршаңызға сәлем. Бүгін түрік тағамдарының бірі өте дәмді, жұмсақ пиде дайындаймыз. Бірінші қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа 300 мл жылы су, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 60 мл өсімдік майын, 2 шай қасық құрғақ ашытқы қосып араластырамыз. Енді 430-450 грамм ұн қосып, кішкене қолға жабысқақ қамыр елеміз. Қолымызға жабыспас үшін кішкене өсімдік майын тамызып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырды ыдысқа салып, бетін полиэтилен пакетімен жауып, 40-60 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілейін деп қалған кезде салмасын дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм кашар не болмаса моцарелла ірімшігін үкіштен өткіземіз. 1 дана пиязды ұсақтап турап аламыз. 2 дана болгар бұрышын да майдалап тураймыз. Ыдысқа 300 грамм майсыз фарш, туралған пияз, болгар бұрышын, 1 шай қасық паприка, дәміне қарай тұз бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Салмамыз құрғақ болмас үшін зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Салмамыз дайын, қамырымыз жақсы көтерілді, оны тең 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды дөңгелетіп, форма беріп, бетін орамалмен жауып, 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырды алып, овал пішінді қамыр жаямыз. Противенің бетіне пергамент қағазын төсеп, қамырды орналастырамыз. Салмамызды 4 бөлікке бөліп аламыз, әр қамырға 1 бөліктен саламыз. Салманы қамырдың шетіне жеткізбей, біркелкі орналастырамыз. Енді қамырдың шеттерін видеода көрсетілгендей түйеміз. Кеме тәріздес пішін береміз. Үстіне аздап ірімшік сеуіп, шеттеріне жұмыртқа жағамыз. Қалауларыңыз бойынша шеттеріне кунжут сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста шамамен 20 минут шеттері қызарып піскенше пісіріп аламыз. Өте дәмді, жұмсақ түрік пиделеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім. Келесі видеода көріскенше.